Баршаңызға сәлем, оңай әрі дәмді салат рецептісін ұсынамын. Мінекей, видеода көрсетілгендей құрам бөліктер қажет болады бізге. Мен толық грамын описание бөліміне жазып қалдырамын. Өте дәмді, оңай, кез келген тамақ түріне ұсына аласыздар. Қырыққабатты ұзыншалап, жұқалап турап аламыз. Оны бір ыдысқа салып, үстіне тұз салып, жақсылап араластырып, 20 минутқа қалдырамыз. Әрі қарай сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Содан кейін қиярымызды ұзыншалап соломка ретінде турап аламыз. Одан кейін қызанақты да дәл осындай ұзынша түрде турап аламыз. Әрі қарай бір жуамызды ұзынша етіп турап аламыз. Табамызға май құйып, жақсылап қызған майда қуырып аламыз. Мінекей 20 минуттан кейін қырыққабаттың үстіне сәбізімізді салып, екеуін бір келке етіп араластырып аламыз. Осының үстіне қызанақ пен қиярымызды салып қоямыз. Сарымсақ пен ас көгімізді турап аламыз. Мінекей, ас көгімізді де салдық. Оның үстіне бұрышымызды сеуіп, табада қызып тұрған жуамызды оның үстіне құямыз. Жуаны міндетті түрде қызартып қуырып алған жөн. Шай қасығымызбен толтырмай уксусымызды құйып, оның үстіне қуырылған жуамызды салып, жақсылап бір келке етіп араластырамыз. Бір келке етіп жақсылап араластырып аламыз. Осы жерде тұзын, бұрышын, дәмін көріп, аз болса қаламшы салсаңыздар болады. Әрі қарай пластик ыдысымызға салып, 40 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқышта тұрған салат бір-біріне сіңіп, дәмі кіре бастайды. Содан кейін сіз осы салатты кез келген тағам түрімен ұсына аласыз. Өте дәмді әрі пайдалы, әсіресе қыс кезінде кез келген тамақ түрімен өте керемет үйлесетін дәмді салат. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыз. Жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, салатымыз дайын болды. Арнама жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.